Саламатсыздар. Нифига себе. Эх, наушников нет, сейчас ничего не поймешь. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Дауысымыз естіліп тұр ма? Саламатсыздар, естіліп тұр. Рахмет. Саламатсыздар, естіліп тұр. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Өздеріңізге белгілі, бүгінгі тақырып өте өзекті болып отыр. Себебі өздеріңіздің сұрауларыңызбен осы шебер-класты өткізуді жөн көрдік. Жалпы осы шебер-класс мектеп аттестатын басып шығару автоматтандыру процесі тақырыбындағы облыстық шебер-класстың бағдарламасымен таныстыратын болсам сіздерді. Жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясы информатика пәнінің мұғалімі өздеріңізге жақсы белгілі Думаков Ержан Тұрсынбекұлы өздеріңізге осы мектеп аттестатын автоматтандыру процесі бойынша өздеріңізге түсіндіретін болады. Жалпы осы шебер-класстың негізі ең алғашқы сөзін Жеміс Бердіғалиевна Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы директор міндетін атқарушы, ол кісі басқармаға шұғыл тапсырмамен кетіп қалуына байланысты сіздерге осы оқу жылын ойдағыдай аяқтап, емтихандар аз қалды, ертең соңғы емтихандарымызды сәтті ойдағыдай аяқтап, жақсы демалып келулеріңізге шын жүректен тілектестік білдіреді. Жалпы осы шебер-классымыздың бағдарламасына келетін болсақ, аттестат толтырудың жалпы ережелері мен әдістері, білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттар толтыруға қойылатын талаптар, яғни Білім және ғылым министрлігінің номер 260 бұйрығының шығуы, аттестат толтырудың басқа да жолдары, аттестат генерейшн платформасына шығу, осы бойынша өз сұрақтарыңызды қоюларыңызға да болады. Ал енді осы шебер-классымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ержан Тұрсынбекұлы, сөз өзіңізде. Ана жақтың дауысын. Саламатсыздар ма? Естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр, айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға ең алдымен биылғы оқу жылының аяқталғанымен сіздерді құттықтаймын. Ертең соңғы ойлаймын, одан кейін барлығымызда 11-ші класстың аттестатын толтыруды бастаймыз. Оған дейін қашықтан естілмейді ме ол кезде? Жоқ, жақсы естіліп тұр. Жақсы, онда кеттік бастайық. Микрофондағы барлығы жақсы. Жақсы, уақыт алмайық онда. Ағерке, отключите микрофон. Так, ең бірінші аттестат толтырудың жалпы ережелері мен әдістері дейді. Енді осыған шейін кейбір мектептерде бізде ауылдың мектептерінде әсіресе қолмен толтырып келетін болса, биылдан бастап қателеспесем жаңа бұйрықтар шығып жатыр, яғни барлық аттестаттар компьютерлік шрифтпен толтырылу керек, яғни компьютерлік әдіспен толтырылу керек деген. Сол бойынша енді қазір бізде ажиотаж шамалы басталып кеткен сияқты. Менің телефоныма да көптеген адамдар хабарласып қалай толтырамыз деген сияқты тыным бермей жатыр. Сондықтан осы аттестат толтыруды осылай барлығына ашық түрде, онлайн түрінде, конференция түрінде толтыруды көрсетуді жөн көріп отырмыз. Ең бірінші бізде Білім және ғылым министрлігінің арнайы бюросы бар екен. Сол бюроны көріп тұрайық.
Көрініп тұр ғой да сіздерге экранымыз? Білім және ғылым министрлігі мынадай бұйрығы бар екен. 2020 жылы шыққан, ең бірінші бұл 565 бұйрық болды. Одан кейін 2021 жылы толықтырылған. 2021 жылы толықтырылған. Сол жақта қысқаша қалай толықтырулар керек екенін көрсетілген. Яғни кейбір мысалы пәндерді мысалы бестік баға қойылатын болса, бір кісілер бұрындар үздік деп жазып жүрді, болмаса өте жақсы деп жазып жүрді, немесе жаңа оқытылмаған пәндер болатын болса, қазір ана программадан да көрсетемін, оқытылған жоқ, оқылған жоқ, оқытылмады деген сияқты әртүрлі тексттер бар. Болмаса жаңа есептелді дегеннің барлығы осы жерде қысқаша түрде жазылған. Осымен өздеріңіздер таныссаңыздар да болады, ссылкасын артынан сіздерге чатқа салады. Енді бұны айтып отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өздеріңіз қарап алсаңыздар болады. Так, екіншісі, басқа балама жолдары дейді, аттестат толтырудың. Енді қазір біз мен көрсетейін деп тұрған платформаға ешкімді былайша айтқанда бір үгіттейін деп, болмаса бір реклама жасайын деп тұрған ештеңеміз жоқ. Сіздерге басқа, білмеймін, өздеріңізге ұнайтын басқа бір нәрсе болса, ешқандай бір шектеу ештеңе жоқ. Word-та толтырасыз ба, болмаса Excel-де толтырасыз ба, жаңағы Corel Draw-да, Photoshop-та толтырасыз ба, бәрі бір бізге, шыны керек. Маған тіпті аз адам толтырған тіпті жақсы. Сондықтан бұл ешқандай бір реклама, бір жарнама, немесе жаңа платформамды продвигать деп тұрған бір ештеңем жоқ. Сіздерге просто өз тәжірибемен бөлісу мақсатында осы конференция ұйымдастырылып отыр. Ең алдымен осыдан 4-5 жыл бұрын мен өзіме арнап осындай бір сервис жасап алған. 2 жылдай ма, 3 жылдай ма өзім жеке қолдандым. Одан кейін енді жан-жақтан осылай таныстар, әріптестеріміз сұрағасын, осындай бар ма деп, оны мен интернетке шығарғам. Былтырға дейін ондай көп аса танымал болмай еді. Биыл әртүрлі чаттарға тарап кеткен сияқты, жан-жақтан Атыраудан, Шымкент, тағы басқа қалалардан звондап, қалай не істейміз деген сияқты хабарлап жатады, чаттарға кетіп болған сияқты. Так, басқа не айтамыз. Онда уақыт созбай өзімнің платформамды көрсетейін сіздерге. Так, сіздерде интернет болу керек. Платформаның аты i4.kz деп аталады. Бұрын бізде fizmat.kz дейтін доменде қосылып тұрған. Қазір өз алдына бөлек жеке домен алып, сол доменге шығарып қойдым. i4.kz дейтін болсаңыздар, сайт түрінде ашылады. Жалпы интерфейсі осындай, өте қарапайым. Артық енді ештеңе жоқ деп ойлаймын. 2 класстың негізінде толтыруға болады, 9-шы класс және 11-ші класс. Қазір бізде 11-ші класстың негізінде көрініп тұр. 9-шы класс негізінде жасау дейтінді басатын болсаңыздар, мына жақта өзгереді 9-шы класс деп, және мына жақта мынадай адресный строкада 9 деп өзгереді. 11-ші кешіресіз, сайтта айтып жібересіз бе? Естілмей тұр сіздің. Қазір сұрақтарға арнайы бөлек ең соңында бөлім болады. Мен қазір өзім көрсетіп жіберейін. Сосын барлық... Саламатсыз ба? Сіз жаңа сайтта айтып жібересіз ба? Біз көріп жіберейік деп едік, қандай сайт? Қазір мен чатқа салайын. Чатқа ссылкасы салдым, кетті. Так, мына жақта көріп тұрсыздар да, сол жағында бізде 4-5 бөлік бар. Жалпы мәліметтер, оқушының мәліметтері, қарау және жүктеу және баптау және анықтама дейді. Баптау және анықтамадан бастайық. Бірінші, бұл жерде аттестат толтырудың шрифтін таңдауға болады. Бізде қазір 5 шрифт тұр. Аттестатқа енді былайша айтқанда жарайды 5 шрифт. Оны артық бір ештеңе керек емес. Екінші жағынан өлшемдерін таңдауға болады. По умолчанию біз үнсіз келісім бойынша 11-ші шрифт. Жаңа айтқандай, бір жақтарда бестік бағаны үздік деп көрсетеді екен, екінші жақта бестік бағаны өте жақсы деп көрсетеді екен. Яғни осы жерден таңдауларыңыз болады, бестік бағаны қалай көрсету керек деп тұр. Үздік дейтін болсаңыздар үздік деп шығады, өте жақсы дейтін болсаңыздар өте жақсы. Координаталарды пайдалану және оңға төмен солға жылжыту дейді. Яғни мына әрбір поляны, өрісті біздер кез келген жаққа жылжыта аламыз. Былтырлары тек қана координаталар бойынша ғана текст тұрған, бір кісілер координаталарды түсінбейді екен, сондықтан оларға арнап оңға төмен, соңға жоғары дейтін осындай қасына текст қосып қойдық. X пен Y-ті түсінбейтін кісілер бар екен әлде.
Бұны таңдап сақтау дейтінді басасыз, яғни мына жақта сіздерде x, y көсіне солға төмен бұрып өзгереді. Так, әрмен қарай, осы мына жерде қараңыздар да, оқылмаған пәнді қалай көрсету керек дейді. Қазақ тілінің құдіреті. Оқылмаған пәнді оқыған жоқ, оқылған жоқ, оқытылмады, оқылмады деп көрсетуге болады екен. Орыс тілінде тек не изучалось, не изучался болып бір рет жазылады. Қазақша әртүрлі осындай варианттар бар. Так, мына жерде пока бізге керек емес, сақтау кнопкасын басасыздар, настройка сақталады. Әрмен қарай осы жақтан көрсетілген настройкаларыңызды алатын болады. Астында кішігірім инструкция тізімде жазылып тұр. Қалай толтыруға болатындығы. Видео нұсқаулық бар. Видео нұсқаулық енді былтырғы жылғы видео нұсқаулық, бірақ аса бір қатты өзгеріс жоқ. Кейбір полиялар қосылды, биылғы жылғы аттестатқа қосылған. Кейбір алынып тасталған, білмеймін, жоқ сияқты. Так, бұл баптау және анықтама несі болды, бөлімі болды. Әрмен қарай жалпы мәліметтерді қарап көрейік. Енді орысша, қазақша, екі бөлім, яғни бұл аттестаттың бірінші беті. Оқушының тегін, аты жөнін, яғни барлық данныйларыңыздың барлықтарын жазып аласыздар. Мектептің аты, орынбасардың аты, берілген күні, елді мекен, тіркеу номері. Орысшасында да дәл солай. Дәл солай жазыласыздар. Мынадай пункт бар. Кейбір жылдары аттестатта бізде орысша жағында окончаниялармен келеді, кейбір жылдары окончаниясыз келеді, яғни 10 болып келеді, қасына аны қосу керек қыз балдарға, мысалы окончил, окончила деген сияқты. Егер тұратын болса, сіз мына галочка тұра береді, уже банкмен бірге келетін болса, егер бөлек жоқ болатын болса, аттестатта жоқ деп, мынаған А дейтін әріпті қосуға болады. Қалған жағы орысша, қазақша бетімен бірдей, тек орысша жазасыздар. Так, оқушының мәліметтерінде бұл жерде енді екінші және үшінші беттері қазақша және орысша, аттестаттың номері жазылады, тегі жаңағылардың барлығы жазылады. Әрмен қарай пәндер бойынша бағалар қойылады. Ағылшын тілі, неміс тілі деген сияқты. Так, графика жинау, қолданбалы курстар. Осылардың барлығын жазып толтырасыздар. Одан кейін бізде қарау және жүктеу дейтін бөлік бар. Сол жақта бізде 3 кнопка бар. Қарау, браузерден шығару және жүктеу дейтін. Қарау дейтін кнопканы басатын болсаңыз, жаңағы толтырылған данныйларыңыз, сіздердің толтырған данныйларыңыз мынадай обложкаға шығады. Обложкаға шығады мынадай. Қазір бізде ешқандай өрісті толтырған жоқ. Сосын көрдіңіздер ғой, мына жерде қазір бос болып тұр. Бір жерлерде толтырайын, қазақша жағында, мысалы. Кешіріңіз, сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Бірінші, жалпы мәліметтерде мектептің атауының аты сыймайды, не істеймін? Аты сыймайтын болса, мына жақта енді бірнеше өріс бар, сол өрістерге бөлуге болады. Енді аты сыймайтын болса, бланкіде неше орын берді қазір? 2 жыл ма, 3 жыл ма? Оның бәріне салып отырық. Сонда бізде Ақтөбе облысының білім басқармасы, Мұғалжар ауданының білім бөлімі, мемлекеттік мекемесінің Қастыр 30 жылдық атындағы негізгі орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі деген. Қалай сыйғызатынды оны сіз ешқандай сыйдыра алмайсыз оны. Енді райондағы жаңағы әдіскерлермен сөйлесіп, может қысқарту керек шығар. Сұрақтар қазір артынан болсын, қазір біздер көрсетейін, может басқа адамдарға бұл сұрақ қызық емес шығар. Соңынан қазір уақыт болады 1 сағаттай сұраққа. Сол кезде бөлек жауап береміз. Жақсы, рахмет. Жақсы. Жаңа қазақша жағын мен мысалы өзімнің фамилиямды толтырдым, орысша жағына автоматты түрде түседі. Оқушының мәліметтеріне де автоматты түседі. Егер автоматты түрде түспейтін болса, өздеріңіз қолданып. Жақсы, рахмет, түсінікті. Қарау және қайтадан басатын болсақ, жаңағы менің толтырылған даныларым Домах Вержан, мына жаққа автоматты түрде түсіп тұр, және астына Домах Вержан осындай көрініп тұр. Енді қараңыздар, қарау дейтін кнопканы басқан кезде астындағы обложкасымен шығады. Но бірақ мына жақта мен мынадай ескертпе жазып қойдым, әдейі.
алдымен ақ қағазға шығарып алып қолыңыздағы бланкпен салыстырыңыз. Содан кейін ғана келмей тұрған өрістерін жылжытыңыз. Яғни әркімде бұл жерде әртүрлі болуы мүмкін. Яғни біреу шрифтті мысалы 10 деп таңдауы мүмкін, біреу 12 деп таңдауы мүмкін. Болмаса кейбіреулерде жаңағы принтердің настройкілері әртүрлі болуы мүмкін. Верхний поля дейтін бар ғой, жоғары жақтан қосылатын. Сол верхний поляға байланысты мына жақтағы сіздің тексттеріңіз мына сызыққа дәл келмеуі мүмкін. Ол нормально. Ол жақсы бұл бір жағынан. Сізге ең алдымен мынаны ақ қағазға шығарып алып, қолыңыздағы бланкпен салыстыру керек. Яғни қолыңызда аттестаттың оригиналы бар ғой, соны ақ қағазға шығарып алған жаңағы нұсқаңыздың үстіне қоясыз да, жарыққа қарайтын болсаңыз, ар жағындағы сызықтары бірден көрінеді. Сол жақтан мысалы келмей тұрған кез келген мәліметті жоғарғы төмен оңға солға жылжытуыңызға болады. Мысалы қазір маған Домахов Ержан деген кезде, Ержан дейтін сөз, мысалы Домаховтың астында тұрмен, мысалы оңға қарай кішкентай жылжытқым келеді. Так, ол үшін қазақша мәліметтер, жалпы мәліметтер қазақша жағында Ержан дейтін көріп тұр да, X өсі бойынша жылжыту. Яғни мына координата, горизонтал былай координата, яғни қазір менде по умолчанию 45 тұр. 47 қойып көрейін мен қазір. Көбейтеміз, оңға қарай жылжытатын болсақ, солға қарай жылжытатын болсақ, азайтамыз. Қарау және жүктеу дейтінді қайтадан басам. Ержан дейтін көрдіңіздер ғой да, D-дан былай қарай оңға қарай жылжыды. Осының алдында мынадай болды, қараңыздар. Жаңа жылжытқаннан кейін мынадай болды. Көрініп тұр ғой да сіздерге айырмашылық. Сол сияқты мысалы Ержан мысалы сіздерде білмеймін астына қарай түсіп кетті да, жоғары қарай шамалы көтеру керек. Онда мына жақта 0 деп тұр, сіз мына жаққа мысалы -2 берсеңіз. Бұл жақта мына өлшем бірлігі миллиметрмен өлшенеді. -2 деп отырғанымыз жоғары қарай 2 миллиметр көтеру деген сөз. Егер сіздер мына жаққа 2-ні жазатын болсаңыздар, +2 жазатын болсаңыздар, ол астына қарай +2 миллиметр түсіру деген сөз. +2 миллиметр түсіру деген сөз. Мысалы қазір мен мынаны -2 миллиметр көтеретін болсам, яғни қазақша жағын көтеріп жатырмын, қазір қараңыздар да. Қарауды қайтадан басатын болсам, Ержан көрдіңіз ғой да, Домаховқа қарай үстіне қарай жылжып бара жатыр. Домаховқа қарай үстіне қарай жылжып бара жатыр. Яғни кез келген өрісті, енді жалпы идеясы осындай, кез келген мәліметті жан-жаққа қарай өздеріңіз жылжытып, координаталарын келтіріп алсаңыздар болады. Келтіріп аласыз, қарау және жүктеуді басқасыз. Қараумен тағы да айтам, мына жақта сызықпен келтіріп, сіздің оригинал аттестатыңызға дұрыс келмей тұрса, ол нормально, олай болуы мүмкін. Өйткені әркімде әртүрлі, яғни принтердің настройкасы әртүрлі, болмаса шрифт әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бірінші ақ қағазға шығарып аламыз мынаны. Ақ қағазға шығарып алғанда мына астындағы бланкісі қажет емес. Мына жақтан браузерден шығару дейтін кнопка бар. Сол кнопканы басатын болсаңыз, уже астындағы обложкасы шығады. Көріп тұрсыздар ғой да? Осыны сіздер ақ қағазға шығарып аласыздар. Сосын қолыңыздағы аттестаттың оригинал бланкісімен салыстырып қарайсыз. Келіп тұр ма, келмей тұр ма? Мысалы, Ержан дейтінді асты қарай шамалы түсіру керек. Бұл қай жағында? Қазақша жағында. Демек, жаңағы жаққа барасыз, асты қарай түсіру деп отырғанымыз плюс мысалы 2, орнына қайтып келемді. Қарау және жүктеу, браузерден шығару. Ержан асты қарай жылжыды. Осылай барлық өрістерін шамамен келтіріп аласыз. Жаңа қолыңызда шығарған ақ қағазға жазып қойыңызға да болады, үстіне ручкамен қараған кезде, яғни қай бағытқа қарай жылжытатыныңызды стрелкамен көрсетіп, примерно қанша миллиметрге жылжыту керек. Осылай бір 3-4 рет прогон жасағаннан кейін сіздің аттестатыңызға былайша айтқанда идеальный болып келуі керек. Шығарған кезде идеальный болып келуі керек. Енді мына жақтан ескеретін бір нәрсе, мына жақтан да мен көрсетіп қойдым, автор келтірілген зияндар үшін жауап бермейді, яғни өздеріңіз қателесіп, басқа текстің үстіне басқа бір нәрсе жазып жіберіп, болмаса жаңа принтерлеріңіз дұрыс алмай, тағы да бір нәрсе болатын болса, мен жауап бермеймін. Так, сосын қандай мүмкіндіктер бар? Енді қараңыздар, оқушы мәліметтерінде мына жақта өздеріңіз қолмен толтыруға болады. Мысалы, 2 ана тілі 5-ке шықты, геометриядан 4-ке шықты. Қарау және жүктеуді басасыз, мына жаққа олардың бағалары түседі. Орысша жағында мына жақта толтырмаймыз. Орысша жағын толтырмаймыз, яғни автоматты түрде ол өзі қойылған бағаларға байланысты 5 болатын болса отлично, 4 болатын болса хорошо деп өзі автоматты түрде толтырып береді. Және мына жақта тек қазақша бөлігін ғана келтіресіздер, орысша бөлігі автоматты түрде осы қазақшамен келген жағымен автоматты түрде өзі келеді. Автоматты түрде.
Яғни перевод жасау болмаса жаңағы мысалы 3 баға қойып қасына қанағаттанарлық деп жазудың қажеті жоқ. Тек қана бағаларын таңдайсыз, мына жақтан 3-ті таңдайсыз. Қанағаттанарлықсыз деп өзі қасына тексті барлығын қосып береді. Так, мына жақта көрдіңіздер ғой, жаңа екеуіне 2-ге таңдадық. Так, бір жерде 3 таңдадық, қанағаттанарлық, тағы бір жерде 5 таңдадық, өте жақсы болып көрініп тұр. Так, өте жақсы болып көрініп тұр, өйткені менде қазір баптауда өте жақсы дейтін мына жақта былай тұр. Егер үздік таңдайтын болсақ, бұл жақта үздік болып шығатын еді. Так, сосын бір ерекшелік биылғы жылға, так, 9-шы класстың аттестатында, деймін, 9-шы класстың аттестатында мен 9-ға көшейін. Қазір 1 минут. Так, 9-шы класстың аттестатында қарау және жүктеу. Так, мына жақта бізде мынадай қосылған, шетел тілінде былтыр бұндай болған жоқ, оқыту тілі деген. Қазақша вариантында бұл жақсы сыйып тұр, бағасымен бірге. Енді орысша вариантын қарайтын болсаңыздар, қараңыздар да, язык обучения, иностранный язык, язык обучения дейді, орын аз қалдырған. Осы жерге сыймауы мүмкін, осы текст. Сондықтан биыл 9-шы классқа тез арада мынадай қосылды. Бұл шет тілі. Шет тілінде қараңыздар, ағылшын дейтінді бөлек жылжытуға болады, және оның бағасын бөлек жылжытуға болады. Яғни, мына 2 координатта мына текстке, ағылшын дейтін текстке, оқыған жоқ дейтін текстке мына 2 координатта. Яғни, орыс деп тұр қасында, OR. Яғни, орыс тілінде бұл осылай жылжытуға болады. Қазақ тілінің координаталары мына жақта. Ол, яғни, сыят, 2 тексті бір-біріне бөлудің қажеті жоқ. Мына жақта, яғни ағылшын мен жаңа английский языкпен оның бағасы сыймағандықтан, яғни английский язык дегенде үстіне қарай жазып, бағасы шамалы астына қарай жазуға мүмкіндік бар. Болмаса екеуін бір жолға жазып, мысалы язык обучениенің үстіне баса берсін десеңіздер де өздеріңіз енді оны шешесіздер. Завучтармен ақылдасып отырып шешу керек болады. Так, тағы не бар айтатын, қандай не бар? Так, мына жақта скачать дейтін бар. Қарау және жүктеу дейтін бар. Енді білмеймін, сіздерге қажет емес шығар деп ойлаймын. Жүктеу дейтін басатын болсаңыздар, жаңағы толтырылған нәрселеріңіз сіздерде как файл, PDF файл түрінде скачать етіледі. Көріп тұрсыздар ғой, да? Осыны артынан да шығарып алуға болады. Но бірақ бұндай вариантты ұсынбаймын, неге өйткені жаңағы принтердің настройкалары бір нәрселері басқа жақтан шығарған кезде өзгеруі мүмкін. Сондықтан қай принтерден координаталарын келтіріп қойдыңыз, сол принтермен шығарған дұрыс болады. Так, сонымен қатар биыл мынадай мүмкіндік қосылды, файлдан жүктеу дейді. Яғни, мына жақта сіздер өздеріңіз жаңа айттық та, бағаларын қолмен толтыруға болады деп та. Әр баланың бағасын осылай айтып отырып, қолмен таңдап толтыруға болады. Болмаса, биыл мынадай мүмкіндік бар, үлгіні алу дегенде басасыз. Сізге мен мынадай не дайындап қойдым. 2 үлгі дайындап қойдым. Так, қазір 1 минут. Так, загрузка. 9-шы класс және 11-шы класс аттестаттары негізінде 2 үлгі бар. Ішін ашып қарайтын болсаңыздар. Ішін ашып қарайтын болсаңыздар, мынадай пәндер жазылып тұр. Яғни, аттестатта қандай пәндер бар, сондай пәндер жазылып тұр. Яғни, мына жаққа сіздер өздеріңіздің оқушыларыңызды тіркеп алып, бағаларын қойып, осыны қайтадан сервиске салып жіберсеңіздер болады. Яғни, ол кезде сіздер бағаларды қолмен толтырып отпайсыздар, мына жақта қойылған бағаны сервис өзі автоматты түрде алады. Мысалы, қазір қарайық, мысалы, Домақ Ержан бірінші кісіге барлығын 5 қойып шығайын, так, екіншісіне барлығына 4 қойып шығайық. Тағы бір кісі қосайын. Тұрсынбек болмасын, Домақ Ержан 1 болсын. Бұл кісінің бағасы 3 болсын. Так, және дене шынықтыруға бұл кісіге есіп қойайық, мысалы. Есептелді. Так, бұл жақта мана үлкен әріппен жазылып тұратын болса, үлкен әріп. Так, Excel файлды сохранить етем. Так, бұл 11-шы класстың аттестаты болды, жауап тастаймын, уже керек емес әрмен қарай. Сервиске қайтып барам. Так, қазір мен 9-шы класста тұрмын, болмаса мына жақтан да көруге болады. 11-шы класқа қайтып барам. Так, choose файл, болмаса сіздерде выбрать файл деп тұрады, болмаса файл таңдау деп тұрады. Файлды таңдаймын.
Так, загрузканың ішінде менде аттестат 2, 11 класстың аттестаты открыт жүктеу дейтінді басам. Так, манағы менің жазылған фамилияларым, оқушыларым мына жақта астына мынадай тізім түрінде түседі. Бізде кімде 5 болды. Так, аз қарайық. Мына жақта енді шамалы порядығы өзгеруі мүмкін, но бірақ одан бағалары бізде алмаспайды. Так, бірінші Домақ Ержанда барлығы 5 болғанда, қазір тексеріп қарайық. Так, ол мына кісіға. Так, үстінен басасыздар. Мына жақта автоматты түрде өзі толтырып береді. Нелерін, баланың фамилиясын тағы басқаларын. Оқушы мәліметтеріне баратын болсақ, қазақ тілі 5, 5, 5, барлық жерде 5 болу керек. Барлық жерде 5 тұр. Барлық жерде 5 тұр. Так, келесі екінші баланы қарайтын болсақ, Домақ Ержан 1-да, бұл кісі үшпен оқыған. Көрдіңіздер ғой, аты автоматты түрде өзі толтырылды. Мына жаққа оқушы жалпы мәліметтерге де толтырылды. Енді бұл жақта окончаниелері жоқ, жаңағы Домақ Ержан Тұрсынбек ұлына деп сол окончаниелер жоқ, бұл окончаниелерді енді өздеріңіз қолмен қосу керек боласыздар. Так, бұл кісі бізде 3-пен оқыған болды. Так, барлық жерде 3 тұр. 3. Так, бізде денешілік құддар жаңа есіпқа қойдық, есептелді, мына жақтан шықты. Так, келесі мына кісіні басатын, мына кісі да, 4-пен оқыған кісі. 4-пен оқыған кісіні басатын болсақ, так, Тұрсынбек ұлы әкесінің атына шықты. Так, барлық жерде 4 болып өзгертілді. Так, қысқаша осылай, әріптестер, ешқандай қиын ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Жаңағы координаталар бойынша енді шамалы жұмыс жасау керек болады. Негізінде координаталарды автоматты түрде келтіріп қоюға да болатын еді. Енді сервис тегін болғандықтан шамалы өздеріңізде еңбектенулеріңіз керек. Координаталарды оңға солға жылжытып, сервистің жұмысын жақсырақ түсінсеңіздер болады. Так, мына жақта 5-ші не бар, жобаға көмектейді. Сервис тегін. Және әзірше әрқашан тегін болады деп ойлап отырмын. Егер сервистің жұмысы ұнайтын болса, мына реквизиттер арқылы қаражат аударыңызға болады. Болмаса ештеңе бермесеңіз де болады. Так, Telegram топ сұрақтар үшін дейді. Мына жаққа Telegramда группа бар. Осы группада, осы топта, так, print, cancel. Осы топта уже кейбір кісілер шығарып бастады. Бізде оңтүстік жақта, Алматы жағында олар аттестат ерте алған екен. Сол кісілер шығарып бастады. Сол кісілердің координаталарын алып, дайын координаталарын алып қоя қойсаңыздар да болады. Шығарған аттестаттарын жіберіп салып отыр. Жалпы осылай, әріптестер, ешқандай тағыда айтам, реклама емес. Ұнамаса басқа өзіңіз жаңа Excel-де, болмаса CorelDRAW-да, Photoshop-та, Word-да, Excel-де толтырсаңыздар болады. Ешқандай бір шектеу, ештеңе жоқ. Сұрақтарға не берейік? Боламы сұрақ? Саламатсыз ба? Өте жағы түсінікті. Енді бұл платформада қаражатпен ба? Жоқ, енді шамал әріптестер, енді шамал өздеріңізде былай ойлануыңыз керек қой. Мен осы бойынша мына жақта жазылып тұр, қараңыз, сервисті қолдану тегін және әрқашан болады. Былай донат дейтін бар да, мысалы маған біреу көмек беріп жатыр. Мен оған взаимно көмектейді, көмектескім келсе, пожалуйста, бере алам. Егер көмектескіңіз келмесе, ол тегін шығарып алыңыз да кете беріңіз. Мен кімнің шығарып жатқанын, қалай шығарып жатқанын. Сұраққа оралайықшы. Жаңа сұрайын дегенім, жас болғаннан кейін данныйды қалай сақтауға болады, сосын келесі оқушына қалай енгізуге болады, сол жайында айтып жіберіңізші. Бұлай барлығы түсінікті. Қайтадан сұрақты айтып жібересіз, дұрыс естілмей қалды. Данный толтырып болғаннан кейін оқушына қалай сақтауға болады, анарда сіздерде оқушының аты жөндері тұр ғой, сосын келесі оқушына қалай енгізуге болады, сол жайында айтып жіберіңізші. Мысалы, данный барлығы толтырылып болады, содан кейін. Данный барлығы толтырылып болғаннан кейін ол оқушыны не істейміз? Ол оқушыны аламыз да уже. Бірінші сіздер әуелі қолыңызда. Әріптестер, микрофон сөндірейікші, естілмей жатыр. Сіздер әуелі бірінші координаталарын келтіріп алуларыңыз керек та. Яғни, пока баға бізде маңызды емес, пока бір тестовый бір баланы алыңыз, кез келген баланы алыңыз да, оның бағаларын жаңа қолыңыздағы аттестаттың бланкісіне дұрыс келетіндей қылдырып, подгонять етіп аласыз, келтіріп аласыз. Сосын сол баланы мысалы бастадыңыз да, оқушы мәліметтерін толтырасыз, аттестат нөмірін жазасыз, сосын барасыз да, қарау және жүктеу дейсіз да, браузерден шығару дейсіз да, уже мына ақ бет шығады ғой мына жақта, уже ақ бет шыққан кезде принт дейсіз, печатьті.
Мына жақта мысалы бірінші бетін шығаратын болсаңыз кастом, бірінші бетті қоясыз. Жаңағы алып келген облонодан, жаңағы районодан алып келген аттестатыңыз бар, соны принтерге саласыз да, уже сол обложь неге шығарасыз, оригиналға шығарасыз. Дұрыс па? Оны шығарып тастадыңыз, келесі баланы толтырасыз да, келесі баланы шығарып тастай бересіз. Мұндай бір сақтау ешқандай мүмкіндік жоқ, өйткені енді бұл қанша айтқанмен жеке бір данныйлар, сондықтан оқушылардың мәліметтері ешқандай серверде, бір еш жерде сақталмайды. Яғни ол сіздер толтырасыздар, сіздер ғана көре аласыздар, басқа оны ешкім бір көріп ештеңе жасай алмайды. Мына жақта мына тізім тұр ғой, мына тізім да, мына жақта тізім. Бұл тізімдерде әркімде әртүрлі болады. Яғни ол не деген бар, мысалы, браузердің кэші дейтін бар, сол кэште ғана сақталады, яғни мен оны көре алмаймын. Немесе ол серверге, яғни бір жаққа басқа жаққа кетпейді. Сондықтан бір баланы толтырып қойып, оны сақтау дейтін ондай не жоқ. Яғни мына жақта скачать етіп алуыңызға болады, но бірақ бұлай қажет емес деп ойлаймын. Бірден шығарып тастаңыз, болды. Дұрыс. Саламатсыз ба? Excel варианты дейтін бізде приложение не найдено деп тұр. Жүктелмей тұр 10-11-кі. Мен Excelге сразу бағаларын қойып жасағым келіп еді. Иә, мына жақта не бар, әріптестер енді асығысша салды, биыл шамалы Excel варианты. Excel вариантында тек атын не қоясыздар. Латын әліпбиімен не істейсіздер, жазасыздар, сол кезде ғана ала алады. Егер қазақша, орысша шрифттер түсетін болса, алмауы мүмкін. Саламатсыздар ма? Видеосы болады ма? Толық. Басқа файл жіберетін болсаңыздар, ол жақта қате шығарады. Мысалы, қазір док файл салатын болсам, жүктеу десем, Excel файл таңдаңыз деп, жоғары жағынан одай қате шығарады. Әріптестер, видеосы ішінде Соны қайтадан көрсетіп жіберіңізші, біз дейтін, бізге тиімдісі сол болып тұр. Өйткені бала көп қой бізде, 20-30 баланы сразу спискіге қойып, солай сразу шығарғым келеді. Ал менде Excel варианты көрсетпей тұр. Енді Excelге жаза алмай тұрмын. Қараңыз, үлгіні алу дейтін кнопканы басып, үлгіні алып алдыңыз ғой, да? Естіліп тұр ма сізге? Түр қазір жасайын деп жатырмын. Үлгіні алу дегенді бастайсыз ба? Иә, үлгіні алу дегенді басасыз. Үлгіні алған кезде мынадай не бойынша, архив бойынша шығады. Архивтен шығарасыз. Ішінде екі файл бар. Бірінші 9-шы кластың аттестаты, екіншісі 11-шы кластың аттестаты. Мысалы, 11-шы кластың сіз бағасын деп жатырсыз, да? Мына жаққа оқушылардың тізімін жазасыз, мына жаққа оқушылардың бағаларын қойып шығасыз. Мына жоғарғы жақтарын ешқандай сіздерде изменение ететін мүмкіндік жоқ, бұл жақтар уже защищенный. Яғни изменение жасай алмайсыз, көрдіңіз ба? Иә, тек мына облысты ғана өзгертесіз. Менде көрінбей тұрған себебі zip файлы, может, архивация дұрыс болмайғанша, может, архивацияны қайтадан скачать етейін, может, сосын қайтадан жасап көрермін. Ақбет қылып ашпай тұрған болу керек. Жақсы. Рахмет. Осы жерде информатик шығар деп ойлаймын. Енді анау-мынау сұрақтарыңызды енді өздеріңіз шешу керексіздер. Жаңа архив, не дегендерді енді өздеріңізде ойлауларыңыз. Телеграм номер көрсетесіз ба, ағай? Алматысы. Телеграм номері болғанда, телеграм мына жақта топ тұр, мына жобаға көмектейтін. Нема, саламатсыздар ма? Сұрап жүрейін мына. Иә, мына жұмыс ақылы ма? Қанша тұрады? Соны білейін тек болды. Әріптестер, Кеш кіріп жатырмын. Жаңа кіріп жатырмын, соны сұрап жүрейін тек болды. Ана жерде жазып та тұрған жоқ па? Көрсетшеңізші. Саздар, ұрыспаңдар. Дегенді алып тастауға болмай ма? Мен сұрайын деп сіздерден осы принтер бәрібір ма, қандай лазерный, цветной ма? Принтер негізінде бәрі бір, бірақ әр принтердің шамалы настройкілері әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан жаңа бір принтерге келтіріп алып, екінші принтермен шығарып жіберіп жүрмеңіз. Верхний поля дейтін болады ғой, Word'та да бар ғой, верхний поля деген. Сол әр принтерде, әр браузерде разница болуы мүмкін. 1-2 мм разница болғанның өзінде ол аттестация ненің сызыққа тура келмей қалуы мүмкін. Сондықтан қай принтермен келтірдіңіз, сол принтермен шығарасыз. Біздер бұған дейін лазерный принтермен шығарып келгенбіз, енді биыл струйный принтермен шығарып көрейін деп тұрмыз. Лазерный принтерге шығарған кезде әріптері ұшады деп, солай деп хабар келіп жатыр. Сұрақ болады ма? Қоя беріңіз. Рахмет. Бізде колледжге қалай істеуге болады? Бұл вообще Excel'ді басқаша қылып істеуге болады ма? Колледж негізінде. Колледжде енді ол сабақтар, басқалар әртүрлі ғой. Оны білмедім ал.
Ол сайтпен істелінбейді да? Тек мектепке ғана жазылған адам бар ма запись? арналған? Прямо эфирде. Саламатсыз ба? Сұрақ қояйын деп едім. Бізде таңдау пәндер бар ғой. Соны қай жерге жазамыз? Таңдау пәндерін мына жаққа жазасыз. Оқушы мәліметтерінде таңдау пәндері деген ең соңында бөлік бар. Ол Excel файлға толтырылмайды, өйткені ол бір-ақ рет жазылады, яғни өзгермейді. Бір классқа бір таңдау пән. Қолданбалы курстар, таңдау бойынша курстар, по-моему, 2-3 жол бар. Сондықтан егер ұзын бір курс болатын болса, екіге бөліп жазуға болады. Астына соның орысшасын жазасыз. Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба, можно вопрос? А если красный аттестат есть, можно выбрать? Ана браузерден шығару деген бөлімге шығарғаннан кейін сразу принтерден шығара береміз ғой, иә? Мынау плат. Естілмеді сіздің сұрақтарыңыз қайтадан. Бір-бірлеп қойсаңыздар тіпті жақсы болады еді. Браузерден шығару деп шығарып алғаннан кейін оқушының несін білмейтін. Оған кейін сразу сол PDF-ке ашылады ғой. Сол беттен сразу принтерге жібере береміз ғой. Осы беттен сразу принтерге жібере бересіздер. Принтті басасыз. Менде ағылшынша тұр, сіздерде орысша тұру керек. Принтеріңізді мына жақтан таңдайсыз, болмаса принтеріңізді мына жақтан добавить принтер деп қосып аласыз. Мына жақта енді шатасып кетпеңіздер да, шыққан кезде 3 бетін бірден көрсетеді ол. Сіздер енді аттестатта сіздерде екі бөлек кетіп тұр ғой, бірінші беті бөлек, екінші беті бөлек та. Сіздер кастом дейсіздер, менде енді ағылшынша, сіздерде персональная страница дейтін болу керек. Тек бірінші бетті жібересіздер мысалы. Бірінші бетті жіберсеңіздер, тек бірінші бет қалады. Екінші бетті жібересіздер. Екінші бет шығады. Жаңағы нені қосымшаны айналдырып қайттан саласыздар да, үшінші бетті жібересіздер. Үшінші бет шығады. Рахмет. Кешіресіз, сабаққа кешігіп кіріп едік. Екінші қайталау сабақ болады ма? Записін қазір жасап отырмыз. Записін YouTube-қа саламыз, сол жақтан қарасаңыздар болады. А4 форматта көрсетілген ғой, A5 форматқа келтіруге болады ма? Жоқ, биылғы жылы осылай A4 форматта тұрады. Өйткені астыңғы жағы бос, ол сізде бәрібір шықпайды. Жақсы, рахмет. Ержан, кешіресіздер. Дегенім, ана жерде директор орынбаса сынып жетекші деп тұр ғой. Сосын астында орысшасын жаз деп тұр. Оны обязательно қойда толтыруымыз. Оны обязательно енді жазасыз ғой. Орысшасын жазып кет деп тұр астында да? Директор орынбасар сынып жетекшісі. Жаңа орысша болғанда қалай енді? Мысалы, білмеймін, кейбір фамилиялар болады, орысша басқаша. Ақмырзаева, мысалы, Ақмұрзаева деген. Перевод таңдайсың. Жеке куәлікте қалай жазылған солай толтырылады ғой. Неге өзгертеді? Ол енді толтыру туралы бойынша мен ештеңе айта алмаймын. Қалай толтырғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Қалай жазуларыңыз келеді жаңағы. Мен платформа бойынша ғана сұрақтарыңыз болса, соны қойсаңыздар болады. Сұрақ қойға болады? Айта беріңіз. Ана тілі деген бар ғой, сол ана тіліге бізде завучымыз ешқандай бағада ештеңе де қойма дейді, сол пустой күйін тастап кетті дейді. Ал оның ішінде тек қана оқыған жоқ деген бар, есептелді деген бар, сол бағалар бар екен. Ана тілін егер пустой қылып тастап кету керек болатын болса, сіздер бірді қойып көріңіздерші. Бір қоятын болсаңыздар, ештеңе шықпау керек. Болмаса, қараңыздар, былай жасау болады да, бізге ана тілі вообще керек емес. Сіз бесік бағасын қоя беріңіз. Сосын аласыздар, төмен жылжыту дейсіздер да, мына жақта орын бар ғой. Астында орын толып тұр да, бұл бет бәрі шықпайды ма төменгі жағы. Сол жаққа просто түсіріп тастайсыз. Басқаша тағы сұрақ. Параметрмен түсіріп тастаймыз да? Төмен қарай жылжыту деп тұр ғой, жоғары төмен оңға жылжыту. Жоғары қарай 200 десеңіз, қазір ана тілі 5, менде қазір мен көрейін, сіздерге көрсетіп. Қарау және жүктеу, браузерден шығару. Так, ана тілі, көрдіңіз ба? Асты қарай 200-ге жылжып кетті. Саламатсыз ба? Саламатсыз, айта беріңіз. Мен кеше деген бұл платформаны пайдаланып көрдім. Рахмет сізге. Кеше 9 класты шығардым. Өте жақсы платформа екен, өте керемет бағдарлама екен. Рахмет сізге. Рахмет. Саламатсыз, сұрақ қойға болады ма? Қоя беріңіз.
Менде бақылап қарағанда кәсіптік және бизнес негізі графика және жобалау бәрі ұзыннан бір тұршы. Сізде бөлек менде қалай бағаласақ? Бөлек тұр, өйткені ана орысшасында бөлек тұр, қазақшасында бөлек. То есть қазақшасында бірге жазып берген, орысшасында екеуін бір жолға қосып берген. Енді оны заводчтарыңызбен өздеріңіз ақылдасып шешулеріңіз керек, сіздер қалай толтыруға не істейтіндігін. Яғни екеуіне бір баға қоямын десеңіз, жаңағыдай аласыздар, мысалы графика бағасын қоя беріңіз, бестік деп. Асты қарай, төмен қарай жылжып тастаңыз, кәсіпкерлік бизнесті қалдырыңыз. Сосын, сұрақ қойып жіберейінші. Ана кешеден бері мен жасап отырмын жоқ, осыны бір күн болды істегеніме. Осы аттестатты. Ана үлгіге берген аттестатыңызбен әдемі шығып тұр да, енді принтерден шығарсақ, ана көшірмеді. Соны манадан бері айтып жатырмын ғой. Мына жақта келген обложкамен сіздерде сәйкес келмеуі мүмкін. Яғни мына жақта әдемі болып көрініп тұруы мүмкін, шығарған кезде ол шамалы шығуы мүмкін. Сіз мына обложкаға қатты назар аудармайсыз, қараңыз, астына жазып қойдым. Алдымен қағазға шығарып алып, қолыңыздағы бланкпен салыстырыңыз. Яғни мына браузерден шығару дегеннен осылай примерді келтіріп аласыз, шығарасыз да, қолыңыздағы қағаздағы жаңағы оригинал бланкпен салыстырып қарайсыз. Яғни жоғары жағын бірдей қыласыз да, мысалы жарыққа қарадыңыз да, астынан жаңағы сызықтары көрінеді. Мысалы фамилия көтеріліп кеткен жоғары қарай шамалы түсіру керек. Түсірген кезде ол мына сызыққа келмеуі мүмкін, ол нормально. Мынау просто тұрған ориентир жасайтын просто обложка. Дұрыс па? Мына обложкаға мен көп қарамаймын, обложкаға қараймын, оңға солғасын қарауға болады, өйткені ол өзгермейді да, яғни оңға солға ол өзгермейді. Астыға жоғары ол уже 2 мм, 1 мм болғанның өзі көп разница ойнайды. Сондықтан мына жерге жазылып қойды, қағазға шығарып алып бөлек қалған, соны салыстырып қараңыз. 5-6 рет осылай прогон жасағаннан кейін уже өздеріңіз идеально алып келтіріп алуға болады. Саламатсыз ба, кешіріңізші, сұрасам бола ма? Мына бізде ішіндегі приложениеда біріне бірі несе қалды, сонда Y өсі бойынша қанша алуса болады шамамен? Оның мен координаттарын 9-шы сынып кеше жасадым деген бір жаңа апай айтып еді ғой. Дәл қазір сізге координаталарын айта алмаймын. Мен әлі өзім бастаған жоқпын. Бүгін обедтен кейін, түстен кейін бастайын деп отырмыз. Телеграм топта примерно координаталарын жіберіп жатыр, сол жақтан алсаңыз болады. Рахмет. Саламатсыз ба? Менде сұрақ бар. 9-шы класста бізде алгебра және анализ бастамалары емес, тек қана алгебра дейді. Оны қалай келтіреміз? Ана тұрған текст ол просто ориентир үшін тұрған текст та, яғни сіз алгебраға баға қоятын болсаңыз, сол алгебраның қасына барып түседі. Оған ешқандай бір разница ойнамайды. Яғни алгебра және анализ бастамалары деп сіз неге жазайын деп жатқан жоқсыз бланкке. Просто оның бағасын жазасыз. Болды. Түсініп тұрсыз ба? Жақсы, түсіндім, рахмет. Таңдау пәні деген жерге. Таңдау пәні оны сіздер заводчтар шешу керек қой, қандай пән оқыңыз. Абай нәрсе деген. Жалпы жазылады болғанда жаңа үлгіде жоқ екен, соған тұрып жатқан ма? Өздеріңіз оны жазуға да болады. Егер ешқандай таңдау пән оқымаса, бос қалдырыңыз. Саламатсыздар ма? Бізде бір сұрақ бар еді. Бізде де қолмен толтырып тұрады ғой. Не істеуге болады екен бұған? Естілмеді. Бізде аттестатты қолмен толтырып тастадық қой біздер. Енді не істейсің, болды? Не жасамайсыз? Құтты болсын. Өз еріктеріңізде кім қалай толтырасыздар ма? Менде бір сұрақ бар еді. Айта беріңіз. Сіздің YouTube аккаунтыңыз чатқа жазасыз ба? Сосын бір өңір пайдаланды жаңа деп айттыңыз ғой, шығарып жатыр екен деп, жақсы шығарған деп. Сол қай өңір инструкциясы болса. Жаңа чатта жаңа енді әріптестер енді бұндай сұрақтармен енді уақыт алмайық, жаңа көрсеттім ғой, чатта бар ссылка. Телеграмға кірсеңіздер. Сіздердің не істеп жатқанын қарайсыз. Сіз қосылсаңыз үстіндегі бүкіл сообщение көрінеді. Телеграмның чаты қандай, мен жоқ. Қойып жіберейікші. Мына жерде тұр, болмаса баптау және анықтамада міне видео нұсқаулық деп тұр. Мына жерде міне телеграм сұрақтар үшін деп тұр. Жаңа мектеп директорын әр балаға жазып отырамыз ба сонда? Жоқ, әр балаға жазып отырмайсыз. Оқушы мәліметтеріне мысалы сіз қазір директорды бір рет жазып қоясыз ғой. Мысалы білмеймін кім бар. Өзім директор бола салайын.
Так, дома ета. Аха. Бір рет жазып қоясыз. Келесі балада ол мысалы қазір так 9-шы класс. Иә, келесі балада ол сақталып тұрады, әрмен қарай шығара бересіз. Классты алмастырған кезде тек ұмытып кетпеңіздер. Мысалы, сол баланы шығарып болғаннан кейін екінші баланы жазу үшін ана мәліметтерді өшіріп, соның орнына жазамыз ба, получается? Иә. Мәліметтерді өшірген кезде тек директор нелер. Керектерді ғана өшіреміз, кереместер тұра береді, иә? Иә, қалған бөліктердің бәрі тұра береді. Бағаларын қарайсыз? Солай. жоқпын деді ғой жаңа. Кешіріңізші, мынандай бізде жаздықта қазақ тіліне баға қойдық 5 деп, бірақ ана алдын ала көруде бізде оқылмады деп шығып тұр ол жерде. Естілмеді, қайтадан не істеп жүресіз? Қазақ тіліне біз баға 5 деп мысал үшін қойдық, координатасын қойдық, басқа пәндерді де жаздықта, бірақ ана алдын ала көру бар ғой, соған кірсек, сол жерде бізде қазақ тілінде қасында оқылмады деп шығып тұр. Сіз енді қазақ тіліне сіз оқылмады деп жазғансыз ғой? Жоқ, мен мына жерде қазақ тілде біз қойдық бағасын. Қазақ тілге 5 деп қойдық. Сіз бір нәрсемен шатыстырып отырсыз сонда. Мен, может, 9-шы классқа кіріп кеттіңіз, может, Иә, 9-шы сыныпта ғой. Қателесіп отырсыз, ондай ешкім айтқан жоқ, мүмкін емес. Дұрыстап қайтадан қарап көріңіз. Мен сізге мұны қазір көрсетсем де болады ма? Қазір басқа адамдардың уақытын алмайық, иә, сізге қазір артынан маған жаңа сұрап жіберейінші, жаңа ағылшынша жаңа 3 деген баға қойған кезіңізде сыймай қалды да? Иә. Қайтадан көрсетіп жіберіңізші, қалай сыйғызамыз енді? Енді оны жаңа айтам, бір арнайы бұған бір ереже келіп тұрған жоқ. Мысалы, мынаны былай жаз, мынаны былай жаз деп, да? Ереже общий, яғни бағалар жөнінде, жаңағы жөнінде. Бұны сіздер жаңағы бар ғой, заучтер бар ғой, солымен ақылдасып отырып, өздеріңіз шешулеріңіз керексіздер. Бірінің астына былайынан жазамын десеңіздер, өздеріңіз біліңіздер. Ағылшынды үстіне қарай шығарып, жаңа бағасын астына қарай жазуға болады. Болмаса жаңағы язык обучениенің үстіне шығарам десеңіздер де өздеріңіз біліңіздер. Алматыға сұрақ қойып жіберуге бола ма? Бізде принтер Рикон тұр, Риконмен шығаруға бола ма? Нормально шығаратын болса, ешқандай принтерге шектеу жоқ. Тек ана принтердің қағазды алған кезде кейбір принтерлер бар, әбден шығарып тозғанда, олар бір жағын әуелі бірінші алып кетеді, екінші жағы шамалы қалып қоятпай қисайтып болады. Сондай жағын ескеріңіз, яғни қисайтып болатын болса, кішкентай жаңа айттық қой, 1 миллиметрдің өзі рөл ойнайды. Сіздің мына басты жағындағы текстеріңіз дұрыс шығуы мүмкін, астыңғы жағы текстеріңіз өзі қисайып шығуы мүмкін, егер қис қалатын болса қағаз. Принтерден тек бірінші бетті қалай шығарады? Принтерден бірінші бетті былай барасыз, pages деп тұр, менде сізде страница деп тұрады, custom дейсіз, бірді басасыз, бірінші бет қалады. Екіні басасыз, екінші бет қалады. Үшті басасыз, үшінші бет қалады. Сұрақ жіберейінші. Мына жерде принтерден шығарған кезде мен координатымен келтіріп отырмын, иә, бірінші бетті. Сол принтерменен шығара берсем, уже дұрыс шығады ғой, иә? Иә, дұрыс шығу керек. Өйткені ана біреулер айтады, үстінен салатын принтерлер жақсы, дұрыс салады деп. Құрып отырмын ана қағаз салуға. Нормально шығаратын принтер болатын болса, сол жақсы принтер. Соны алыңыз да шығарыңыз. Принтерде разница жоқ, өйткені шығара береді, бәрі жақсы. Тек цветной принтерге шығармаңыздар. Цветной принтерге шығарса, қате кетсе өшіре алмайсыздар. Өшіру шамалы қиындау болады. Оқушылардың жұмысы, өзіңіздің КТП-ларыңызды. Осы жерде бір апай шығардық деп жатыр еді, сол кісі өзінің несін айтса да болады, айтпақшы. Барсыз ба сіз? Сосын кешіресіздер, Шалқар ауданы 6-шы орта мектебіне хабарласып тұрмын. Біздер кеше кәдімгі Word-пен жасап тастадық. Мына программа қарағанда уақытты көп алады екен. Координаталарын келтіру шамалы қиындық болуы мүмкін, егер басында түсінбейтін болсаңыздар. Егер бір түсініп алатын болсаңыздар, бала көп болатын болса, ол кезде онда менің программам тезірек. Өйткені Word-та жазғанда каждыйына жазып отырасыз, мысалы 3 қанағаттан аралық, 4 болса жақсы, 10 апарасты орысшасына тағы көшіресіз да. Мына жақта тек бағасын қоясыз, өзі автоматически орысша, қазақша толтырып береді. Біздерде кешегіде
Word'та жасап қойып едік, мына сіздің координаттарыңыз көргеннен кейін Word'тан шығармайтындай қылып Word'та жасасаңыз, пожалуйста, күшті шығара Жоқ, ана сіздікі жақсы екен. Бірден қаншама баланың спискісін жазасыз, бағасын қойып аласыз. Өте керемет. Рахмет. Жасап координаталарды жаңа айтамын, да, координаталарды негізінде бірден келтіріп қоюға да болатын еді. Мен енді кейбір әріптестерімді тексеріп көру үшін бір жаңа шамалы екенсін деп координаталарын кейбір координаталарды келтірмей қойдым. Жақсылық жасасаңыз, бүтін жасап қоймадыңыз ба? Келесі жылға да. Сосын тағы да сұрақ қойып жіберсем бола ма? Мысалға жаңағы бағалар қою несінде бетінде жаңағы ағылшын тілі бойынша сыймай тұр деп тұрмыз ғой енді орысша жағында. Енді орада сокращениені пайдалануға болады ғой, например, ағылшын тілі, английский язык дегенде англ деп. Дәл қазір ондай мүмкіндік жоқ. Білмеймін, енді заводчтарыңыз сокращение жасайық дейтін болса, ондай мүмкіндік қосуға болады. Маған жекеге жазыңыз, осылай қылайық деп едік деп мен қосып беремін. Иә, сосын мысалға сокращение пайдалану болады, ана есептелінді зачислительно дегендер, например, сіздер қысқарту жазып қойғансыздар ғой. Жоқ, ол қысқартып жазып қойғанда мен енді мына жаңа Excel файлда енді есептелінді деп шұпыртып жатпаймыз ғой. Ол мына жаққа аттестатқа түскен кезде ол бәрібір полный түседі, яғни қанағаттанарлық, есептелді деп полный түседі. Сосын орысша жағында, например, не изучался, не изучалась, сол тек қана бір, я тек мынаны өзіміз жазып шығамыз или автомат жазама? Не изучался, не изучалась. Автомат отырылады, окончаниелердің барлығы дұрыс. Соны қазіргі порядкісі, пәндер порядкісі сол не аттестаттың приложениесі бойынша тұр ғой, иә, аттестат. Сосын мысалға, например, біз деген көк бетін толтырып болса, кәдімгі аттестатты толтырып болса, сосын бағаларды енді толтырайын деп отырып, мынаны көрсек, мұға оқушының бәрін қайтадан тіркеп шығу керек па өзінде? Оқушыны қайтадан тіркеп болғанда қалай оқушыны? Менде көк беті бірінші беті шығып тұр менде. Сосын енді приложениелерді мынаумен істейтін болса, мен бағаларды қойды. Сол кезінде оқушыларды қайтадан тіркеймін ба мен? Жоқ, тіркеу деген не жоқ, түсінік жоқ. Оқушының аты жөнін жазасыз, былай олдырып қараңыз, да? Сосын қарау және жүктеумен оқушының аты жөнін шығады. Координаталы келіп тұратын болса, сол оқушыны апарып шығарып жіберуіңізге болады. Егер оқушы көп болатын болса, мысалы біздің мектепте қазір бұл 300 бір нәрсе бала бітірейін деп жатыр. Маған ыңғайлы Excel файлға жүктеу. Мен аламын да жаңағыдай класс жетекшілеріне беріп қойдық уже. Олар мысалы бағаларын осылай неге төгіпті, жаңағы Excel файлға төгіп қойды. Мен аламын да Excel файлды жүктеп жіберемін, астынан мынадай тізімі шыға қояды. Яғни каждый балаға мен бағасын қойып отырмаймын. Мұны тексеремін, но бағасын қойып отырмаймын. Көрдіңіз бе? Сонда мен Excel файлға біз деген сыныптың оқушылардың ат жөндерін жазамыз, сосын аттестат нөмірін жазып жібереміз. Жоқ, аттестат нөмірін жазбайсыз ол жақта. Ол жақта тек бағасы мен аты жөні болды. Значит, сонда бірінші оқушыларды жазып шығуымыз керекпіз, е? Иә. Бірақ бұл міндетті емес, жаңа айтып тұрмын ғой, міндетті емес. Егер сізде 25 бала болатын болса, сізге не істейсіз бұны жазып? 25 баланы просто тез қолмен толтыра салсаңыз да болады. 100 бала ғой менде. 100 бала болса енді өзіңіз шешіңіз, қалай сізге ыңғайлы солай жасауға болады. Бұлай да. Рахмет. Жазылмаймын. Саламатсыздар. Менде мынандай бір ұсыныс бар, болашақта келешекте шрифт барда курсивпен шамалы фамилиясын өзгерту сондай болашақта бола ма екен? Енді жылдың аяғында, былтыр жылда біз осылай мен өзім ұсыныс жинаймын, яғни қандай мүмкіндіктер қосуға болады деген сияқты. Сол кезде жазсаңыз болады. Саламатсыздар ма, кешірерсіз, сұрақ қойып жіберейінші. Рахмет, барлығы түсінікті, сізге көп рахмет. Жаңа бір кісі айтып еді, цветной принтермен шығармаңыз, қате кетіп қалса өзгерте алмайсыз деп. Обычный принтермен сонда өзгертуге болады ма? Иә, өзгертуге болады. Өйткені алмаспен қырып жіберсеңіз, өтіліп шығып қалады. Рахмет, соны білейін деп едім. Сұрақ жіберейікші. Жаңа Excel бағаларын жазған кезде приложениеге аттестат номері жазылмайды деп отырсыз ғой? Иә, жазылмайды. Оны сіз мына жақтан оқушы мәліметтерінде аттестат номері деп тұр, сол жерге өзіңіз қолданыңыз. Сол жерге толтырып кеттік қой, иә? Иә. Түсінікті. Рахмет көп. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Excel файл недегі Телеграмдағы сол соңғы шаблоны ма сіздің жүктеп қойғаныңыз? Мен тек 11-ші сыныптықын көріп тұрмын, тек Телеграмда.
Телеграмда емес, ол жақта мен үлгіні алу дегенде басатын болсаңыз, сізге. Түсінікті. Сосын екінші сұрақ, мына алдағы әріптестер қойды ғой, стройный принтер мен лазерный принтер жөнінде, иә? Ол жоғары жақтан не бұйрық келген жоқ па? Міндетті түрде стройный принтермен шығарыңдар деген сияқты. Ол өзіміздің таңдауымызда, иә? Демек, стройный болсын, лазерный болсын, екеуін де біреуін біз өзіміздің не қолымызда барымызға қарай пайдаланамыз. Әріптестер, сосын барып, мынау аттестатқа нешінші шрифтіні қолданып жатсыздар? 10 ба, 11 ма? Оны да өздеріңіз шешесіздер, ешқандай мына неде жазылмаған сияқты. Мына құжатта ондай ештеңе жазылмаған, қандай шрифт не тұрған. Демек, өздеріңіз шешетін боласыздар. Мына жақта мысалы, мынадай шрифт таңдап көруге болады, білмеймін қандай шрифт сегеуді. Көрейік, қалай өзгереді. Не, мынадай шрифт. Ыңғайсыз, да? Басқа шрифт таңдап көрейік. Так. Матилдамен көрейік. Жалпы қаріптің өлшемі стандарт түрде сіздер қайсысын қолданып жүрсіздер? Қандай шрифтпен толтыруыңызға болады, пожалуйста. Жоқ, өлшемін. Өлшеміне шектеу жоқ, өлшеміне шектеу жоқ. Біздер көбінесе 10 мен 11 пайдаланамыз. 10-11, иә, жақсы. Сұрақтар болған сияқты ғой, да? Жоқ, негізінде стандартпен толтырады ғой. Бізге басынан бастап көрсетіп жүресіздер ме? Біз енді қосылып жатыр едік. Басынан бастап көрсетуге қазір уақыт жоқ. Қазір мынаның записі жазылып жатыр, сол YouTube-ға шығады, сол жақтан алсаңыздар болады. Қарасаңыздар. Тағы бір сұрақ қойыңызшы сізге. Сұрақ қойып жасап жатыр едім. Экзельдегі спискі бар ғой, оқушылардың спискісі, жоғарыдағы пәндердің спискісі, соны спискіні неге өзгерте алмаймын? Оны сіз өзгертіп не істейсіз? Әлем әдебиеті деген, мысалы, менде ондай жоқ. Аттестатта қалай жоқ? Аттестатта тұр ғой үлгісінде әлем әдебиет деп. Бізде әлем әдебиет деген, қазір қарайыншы мен. Соны өзгерте алмаймын барлығында. Міне, мына жерде тұр ғой. Қайсы? Әдебиеті. Егер баға қойылмайтын болса, ол жақтан сіз оны пустой қалдырып кете беріңіз. Болмаса, егер оқытылған жоқ деп жазатын болсаңыз, ожы қоясыз, болды. Бізде әлем әдебиеті жоқ деген сияқты. Жақсы, рахмет. Бір сұрақ қойып жүрсем деп, мен жасап жатыр едім, иә, енді мына жерде аттестат номері түспей тұр да, мынандай ақ болып кетіп тұр, оны қалай істеуге болады? Қай жақтан, мына жақтан ба аттестат номері? Қалған бәрі түсіп тұр. Номер өзінде болады ғой, сіз аттестат салғанда? Жоқ, ана приложениесінде аттестаттың номерін жазасыз, ана бірінші бетінде уже ол жерде номері бар. Сол номерді мына жаққа дублировать етесіз. Қарау және жүктеу, браузерден шығару. Ол екінші бетке қосылады ғой, бірінші бетке қосылмайды, екінші бетке қосылады. Мына жерге түседі. Екінші бетке, мына жерде қосылып тұр, екінші бетке. Енді мына жерде несін келтіріп жіберем ғой, бірақ мына жақта алып тұр, ол қате емес пе дегенім ғой. Бізде де солай ақпен жазылып тұрады. Ол деген аттестатты сіздер оригиналын қалған уақытта шығады ғой, номер келеді ғой, сол үшін ғой ағартып қойған. Әріптестер, ол деген оригиналында тұр ғой, содан қарайсыздар ғой. Мына жақтағы номерді ағартып қойдық, енді бұл бір... Жақсы, оригиналында бар екен, түсінікті, рахмет. Бұл документ, сондықтан... Әріптестер, сұрақ қоюға бола ма екен? Ержан? Рахмет сізге. Ержан, мен мынадай сұрақ қойғым келіп еді ғой, біз қағазды принтерге таңдаған уақытта жағы плотностын таңдаймыз ба, или таңдамай шығара береміз ба ше? Так, сіздерге плотность, ненің плотності түсінбей отырмын что-то. Қағазды, мысалы, біз обычно мектепте тоже грамота шығарып атамыз ғой оқушыларға, сол кезде қағаздың плотності. Жоқ, сіздерге қолыңызға не келген жоқ па? Қаладансыз ба, районнансыз ба? Қолыңызға келді. Барлығы жазылып тұр, тек бағаларын қойып, принтерден шығару керек болды. Қағаздың плотностін ешқандай таңдамаймыз, сол қалай настроені тұр? Жоқ. Ол жақтан, білмеймін, стройный принтерде шығарып көрген жоқпын, биылдан бастап шығарамыз, таңдамауымыз. Жоқ, кешіріңіз, біз шығарғамыз стройныйдан, сонда біз грубая бумага деп таңдағамыз, соны сұрап тұр деймін. Енді түсіндім, рахмет. Хорошо. Сізден сұрап жіберейін деген, мына жерде орыс әдебиеті Б деп тұр. Б деген не ол? О деген, О-жы деген енді оқытылған жоқ. Б деген? Босатылған. Жақсы, босатылған.
Ержан, рахмет. Енді бізге әріптестер толтырған уақытта жаңа мекеменің аты қалай жазылады, сосын бәріміз бірдей оқылған жоқ па, оқытылған жоқ па, соларды бірдей қылып келсек. Жаңа шығарып жатырмын деген кісіден кішкене бір консультация алсақ. Мына қазір шығарып жатыр жіберген да, көрдіңіз. Мына кісінің принтері көрініп тұр ма сіздерге әріптестер? Иә. Принтері көрдіңіздер, примерно дұрыс алмай тұр. Неге? Өйткені мына английский дейтін мына жағын көрдіңіздер, мына жағындағы ара қашықтық пен мына жағындағы ара қашықтықта разница бар. Яғни ол қисайтып алып тұр. Көріп тұрсыздар ма? Қысқа текстерде ол білінбейді, ұзын текстерде уже жайлап былай көтеріліп кете береді. Сондықтан принтер, дұрыс принтер таңдау керек. Ана жерде английский деп жазбай англ деп қойса ше, қысқара ма сол кезде? Олай ұсыныстар болып жатыр, соны келісіп шешуге де болады. Егер осылай қылып қысқартайық десеңіздер, пожалуйста, мен сондай мүмкіндік қосып беремін. Англ десе белгілі ғой, английский екен. Қысқартайық, негізі қысқартылған жеңіл сияқты. Жақсы, бүгін кешке қарай обедтен кейін ондай мүмкіндік қоссам, мен чатқа осындай мүмкіндік қосылып деп жазамын. Саламатсыз ба? Тағы да бір ұсыныс айтайық деп. Жақсы, рахмет. Онда бүгін толтырмай тұра тұрамыз, ертеңнен бастаймыз ба не сонда? Жоқ, толтыра берсеңіздер болады. Ана бірінші беті бар ғой сіздерде. Бірінші бетін шығара беріңіз. Саламатсыздар ма? Аттестат толтыруға байланысты арнайы чат бар ма? Тыңдамай айта берсеңші, біреу видео масында. Экранға қарасаңыздар, сіздерге көрсетіп отыр телеграм чатты. Сол телеграм чатта сұрақтарыңызды қоюға болады. Микрофон вақтырма, Саламатсыз ба? Тағы бір сұрақ қойық деп едік. Бұл жерде бізде есептелді деген вариант қана тұр ғой, бізде қазір есептелінді деп жазыңдар деп жатыр завучымыз. Соны өзгертсек қоссаңыз. Сізге кім айтып жатыр? Сол кісіге мынадай бұйрықты көрсетіңіз, есептелді. Биыл положениеда есептелінді деп тұр деп көрсетіп жатыр. Қандай положение білмедім, мен мына бойынша жіберді бізге завучтар. Осы бойынша қараған кезде 2021 жылы былтыр бекітілген бірінші маусымда 260 беруінде. Сол жақта есептелді деп тұр. Онда заучымызға айтайық онда. Бізге есептелінді деп. Былтырлары бізде есептелінді деп келдік. Бірақ мына бұйрық бойынша мен өзгертіп қойдым. Есептелді ғой. Сізден бір сұрақ жіберетін, мына Excel'де қарап отырмын ғой. Excel'де 9А, Ә, Б, В мысалды. Сондағы 100 оқушыны тіркеп тастасам, бағасын қойып тастасам, сізде 12-ші шрифтпен тұр. Солай тұра береді ғой да? Сақтап қойсам болды. 12-ші шрифтпен тұра береді. Бірақ енді бүкіл класты бәрін бір Excel файлға араластырмаңыз. Әр класты бөлек-бөлек жасаңыз дұрыс болады, өзіңізге де шатаспайсыз. Солай ыңғайлы болады. Иә. Сонда Excel файлды мен қайта-қайта сақтап қойма болады. Мысалы 9А, 9Б, 9В деп. Сосын загружать еткен уақытта өзі шығады да? Тек Excel файлдың аты латинша болу керек, то есть английский алфавит болу керек, соны ескересіз. Кешіріңізші, мына положение бізде жоқ екен, ал оқылмады ма или оқылтылған жоқ деп жазамыз? Ол туралы мына положениеде ешқандай ештеңе жазылмаған, оны өздеріңіз завучтармен келісесіздер. Рахмет, жақсы. Кешін приказын бастаңыз, приказы қандай приказ мынау? 260-шы бұйрығы дейді, әділет заң кезет сайтында тұр. Бұдан кейін жаңадан бұйрық шыққан туралы ешқандай хабар ештеңе келген жоқ, осы ең соңғысы болу керек. Кешіріңіз, тағы да настройкасын сақтап қоятын мүмкіндік жоқ па? Ертесіне мысалы біз 11-лерде ондай мүмкіндік негізінде жоқ. Егер компьютеріңізді сөндіріп кететін болсаңыз, координаталары кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан координаталарын суретке түсіріп алсаңыз болады, болмаса компьютеріңізді сөндірмей тастап кетсеңіз болады. Енді ондай мүмкіндікті келесі жылға бұйырса жоспарлап отырмын. Рахмет, жақсы, рахмет сізге үлкен. Рахмет. Рахмет, енді кейде жекеде мазалауымыз мүмкін, енді рахмет.
жекеге жазған кезде бір нақты сұрақтарыңыз бойынша жазсаңыздар, әйтпесе анауға жерде, мынауға жерде деп енді өздеріңіз менің де уақытымды алмаңыздар. Ана чатты қараңыз жоғары жағынан. Енді барлығымыз мектепте істейміз, жоғары білімді, сауатты мұғалімдеріміз. Жаңағы чат қай жерде, болмаса тағы анау қай жерде деген сұрақтар енді шыны керек. Бір рет жауап бересіз, жаңағы 2 рет жауап беремін, жақсы, 3 рет жауап беремін, уже 4-ші, 5-ші уже ашулана бастайсыз. Информатика пәні мұғалімдеріне ондай сұрақ қойған тіпті ұят. Сондықтан шамалы бір енді жұрттар не істеп жатыр, қараңыздар. Жаңа айттым ғой, бұл реклама емес ешқандай. Wordта шығарған жігіттер болатын болса, қыздар болатын болса, жақсы. Пожалуйста, шығара беріңіздер. Телеграмға қосылыңыздар, әріптестер сол жерде барлығы өз тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. Телеграмма жаңа топқа қосылатын болсаңыздар, басқалар примерно координаталарын жіберіп жатыр. Сол координаталарды алып қойып көрсеңіздер болады. Бірақ шрифттің өлшемін ескеріңіздер. Шрифттің өлшеміне байланысты координаталар өзгеруі мүмкін. Біреу 10-мен жазуы мүмкін, біреу 11-мен жазуы мүмкін. Орта статистикалық информатика мұғаліміне бір аса бір қатты қиын деп айта алмаймын. Координата түсінікті ғой да, Y былайынан X көбейтесіз, азайтасыз, көтересіз, түсіресіз. Сіз көбінесе мына жағын 0-мен тұр, солай қоя берейік па? Мына жағында Y бойынша 0-мен тұр, мына жағы X бойынша белгілі бір сандар тұр. Бұл сандарды енді X өсі бойынша көп не болмайды, изменение көп болмайды. Яғни оқушының аты ұзақ болатын болса, шамалы алды қарай тарту керек болуы мүмкін. Болмаса директордың аты ұзақ болатын болса, жаңа ұзын сөз болатын болса, соны шамалы алды қарай тарту керек болуы мүмкін. Негізінен сіздердің қозғайтындарыңыз мына жоғары төмен, жоғары төмен. Кешіріңізші, Telegram каналының аты қайсысы? Біз тіркелсек. Программаның бетінде тұр. Форматты қолданушының ішінде тұр. Экранда көрсетіп қойды сіздерге, тексеріп көрсетіп қойды, әріптестер. Осы сұрақ қайта түсті. Қосыңызшы деген не керек? Чатқа уақыты жоқ па адамның? Өздеріңіз қараңыздар да қосылыңыздар Телеграмға. Жазып жатсыздар. Әріптестер, мен чатқа салдым, Телеграмның сайтын қараңыздар, чатта тұр. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса, онда тоқтатайық, сұрақ бар ма екен тағы да? Жоқ, жақсы, рахмет. Осы сіздерде осы жерде толтырған апай бар. Тоқтаңыз, 60 біріңіз. Ана жерде. Бұл жерде мектеп аты жалғасы деген мысалы. Бір жолға сүйіп атса жалғастырудың керек жоқ та? Керек емес, бір жолға сықса, тек бір жол жазасыз. Сізден үйренеріміз көп әлі. YouTube каналдан қараймыз. YouTube каналында. Сіздің көріңіз жұмысыңызым. Мына кісі что-то шығып кетті ма? YouTube каналының аты болса? YouTube канал Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибелік орталығының АОНПЦ деп жазсаңыздар шығады. Шамалы уақыт алуы мүмкін, қазір мынау не болады, конвертация болады, 1-2 сағаттың шамасында монтаж жасалады. Чатқа ссылкасын салып жүрсеңіздер негізі жақсы болады. Осы неде зумдағы чатқа. YouTube-тың ссылкасын салып жүрші, АОНПЦ. Осы бірден ілземей қарай қоятын деген ғой. Жақсы, рахмет. Ешкім артық жұмыс жасағысы келмейді. Әріптестер, сіздерге көп рахмет. Сұрақтарыңыз болған сияқты. Қайталап айтамыз, өздеріңіз білесіздер, Excel-мен жасайсыздар ма, Corel-мен жасайсыздар ма, ешқандай шектеу жоқ. Қандай принтер таңдайсыз, өздеріңіз қарайсыздар. Біз сіздерге тек кейбір әріптестеріміз қиналып жатқаннан кейін өздеріңізге белгілеп, бүгін шұғыл түрде осылай ұйымдастыруды жөн көрдік. Қатысқандарыңызға көп рахмет.
жазғы демалыстарыңыз, емтихандарыңызды ойдағыдай аяқтап, жақсы демалып келулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Аттестаттарыңызды ойдағыдай тапсырыңыздар. Пікірлеріңіз болса? Жаңа YouTube каналдың ссылкасын жібере саласыздар ма? Осы чатқа. Жібереді қазір, чатқа жібереді. Ержан мырза, рахмет. Көп рахмет. Жақсы, сіздерге де рахмет. Ержан мырза, көп рахмет. Міне істеп, қарап жасап көріп жатырмын. Қолымнан келіп отырған сияқты, рахмет. Өте ыңғайлы екен. Бәрі түсінікті. Түсінбеген сұрақтарымыз болса, неге телеграмға шыға қоярмыз. Телеграмға, чатқа жазыңыздар, енді әркімге жеке-жеке жауап беруге уақыт болмайды. Чатқа жазыңыздар, мен жауап бермесем, басқа әріптестеріме жауап беруі мүмкін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет, қатысқандарыңызға. Аттестаттарыңызды жақсы шығарып алыңыздар. Шығарған аттестаттарыңыз болса, телеграмға салып бөлісулеріңізге болады. Осылай шығып жатыр деп. Бүлдіріп алатын болсаңыздар, аттестатты бүлдірмеуге тырысу керек. Бүлдіріп алатын болсаңыздар, акт жасайсыздар ғой, да? Техникалық қате, тағы бір нәрсе деген сияқты актімен толтырып, қайттан басқасын алуға болады. Бағана айтты ғой, ешқандай положение ештеме жоқ, сала бересің. Бір рет бір форманы жасап алсаңыздар, сосын координаталарды тек бір рет келтіріп аласыз. Қалған 9-шы класстың барлығына сол координатор. Тек алтын белгімен қызыл аттестатты салыстырып қарап алыңыздар бір-бірімен. Яғни көк аттестат пен қызыл аттестатта кейбір кездерде миллиметр разница болады. Айырмашылық болуы мүмкін. Ол да үлкен рөл ойнайды. Яғни сызықтары тағы бір жері шамалы несі болуы мүмкін, өзгеріс болуы мүмкін. Соны да принтер бәрібір шығаратын болып тұрмыз ғой шырын. Көк аттестаттар, наверное, бәрі бірдей шығады. Көктердің бәрі бірдей болады, көк пен қызылдың арасында кішкентай айырмашылық болуы мүмкін. Болмауы да мүмкін, білмеймін. Неше түрлі чаттар ғой, өңкей информатиктер, бакалавр, магистратура. Орысша мен қазақша приложениенің координатасы бірдей болады ғой, иә? Координаты бірдей болады, қазақшада орысшада дәл болады. Қазақстан 5. Рахмет. Құқық бізде 3-ші ғой, о да 5. Қалғаны өзін өзі тану жаңағы. Рахмет, көп сау болыңыз. Есеп келді. Рахмет қатысқандарыңызға. Жақсы, сау болыңыздар. Аттестаттарыңызды жақсы шығарып алыңыздар. Ол мына жігіттің нервісі мықты екен, әлі отыр. Алғашқы әскери деген жоқ қой бізде. Жақсы, сау болыңыз, рахмет көп. Жоқ қой бізде алғашқы әскери деген жоқ. Ана жерде, ана түрлі деп жатсыз ғой, керек емес те, жаңағыдай 200-ге қойып қоямыз ғой да? Иә, 200-ге қойып, астына қарай түсіріп салуларыңызға болады, болмаса оқылған жоқ деп жазуларыңызға болады, оқытылмаса. Оны завучтармен бірге шешулеріңіз керексіздер. Графика жобалау. Тоже 200. Тоже самое жоқ. Жоқ па? 200. Бір қойып кетсеңші соларға, или андай. 200 болғанда 200 примерно айта салдым, сөйлеу бола ма, оны қараңыздар енді өзге. Бағаны бір қойып кетсең. Жарайды, сол 200. Ачу көрінбей тұрса болды бізге. Жақсы, сау болыңыздар, конференцияны тоқтатамыз. Рахмет, сау болыңыз. Сәттілік барлықтарыңызға.